Сіз тыңдаған әннің ырғағының авторы Павлодар қаласының тумасы Иманбек Зейкенов. Әндерінің арқасында 2019 жылы Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының мәдениет номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Шазам бойынша әлемдегі ең көп ізделген үздік 3 әннің қатарына кіреді. Неге диджей туралы сөз қозғады десеңіз, қазір айтайын. Семей қаласының жас өнерпазы Есхат Жарқын YouTube платформасында әндері 2 миллионға жуық қаралым жинаған. Тіпті оның әнін сіз бір жерден тыңдаған боларсыз. Есіңізге түсіріп көріңізші. Мына ән ғой. Жарқын қошар, жаған айын. Я, осы ән. Өзің едің тірегімде, жар боп тұндың жүрегімде. Мені сенде түсінетін кім бар екен бұл өмірде. Менің аты жөнім Есхат Жарқынұлы. Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищеде режиссура мамандығы бойынша 3-ші курста оқимын. Туған жерім Қытай Халық Республикасы. Шинжаңның Алтай аймағында, Шеңгел ауданында дүниеге келгем. Осы Қазақстанға 2009 жылы көшіп келдім. Мамандығым режиссура мамандығы болса да, әнге деген, музыкаға деген әуестігім ешқашан да тоқтаған емес. Менде студия жоқ, мен тек қана әндерді осылай үйде отырып ноутбуктың көмегімен жасай беремін. Жалпы мен жасаған дүниелер хит болады деп, 1,5 миллион қаралым жинайды деп шұқтасам да түсіме кірмепті. Мен үшін бұл өте жаңалық болды. Сағыныш сазып сен едің, ғашықтың бірі мен едім. Семей қаласы негізінен бәрі ойлайды, Семейден ешкім көтере алмайды деп. Бірақ та олай емес. Ол қалаға байланысты емес, адамға байланысты деп ойлаймын. Егер де адамның арманы бар, сол арманға ниеттеніп құлшынатын болса, жетістікке жетеді деп ойлаймын. Мақсатым бұрынғы әндерді жаңарту, жандандыру. Қазір көптеген әдемі жақсы әндер ұмытылып бара жатыр. Соны қайтадан осы жастардың стилінде жаңартып, жастардың көңілінен шығу деп ойлаймын. Негізгі түпкі мақсатым қазақ тілін көтеру.